Muhammed Peygamber dünyeden öttü, жылап өтті, үмбетім деп өтті. Сендерді күттеп, жалынып өтті. İsa Peygamber өтті. Сол жағыңнан ұрса, оң жағыңды қой деп. Жалғыз көйлегің болса, соны шешіп бер деп. Жылап өтті. Сендерді күттеп өтті. Сендерді аяп өтті. Бұның барлығы үгіттеу мен насихаттаудың сендерге Алланың мейір рахмы түскен кезет. Сол бәтуалардың барлығы Алланың сендерге берген серттерінің, сендердің Аллаға берген серттерінің барлығы аяқталды. Осыншама 6000 жылда түсінгендердің түсіндіңдер, көнгендерің көндіңдер, жүгінгендерің жүгіндіңдер. Сенімі барларың амал жасадыңдар, сенімі жақтарың балыққа малындыңдар. Енді қазір соңғы заман. Сол өткен уақыттардың бәрінің есебін беретін заманда кім не түсінді, кім не шешті. Сондықтан Бахитоллах Мағди ол сендерге сол 6000 жылда бұрмалап, түсінбей, біріңді бірін қудалап жүрген уақыттың қателіктерін, шашылған жан-жаққа жалғандықтардың барлығын жоюға, ақиқаттың басын қосуға, сендерге түсінбеген жерлердің бәрін түсіндіруге келді. Сендерге жалынуға, сендерді күттеуге, сендерге жаңағындай насихаттауға, сендер үшін үмбетім деп жылауға келген жоқ. Және Бахитоллах Мағди ешкімді аямайды да. Өйткені Құдай сендерді аясын, ол Құдайдың міндеті шығар сендерді аяйтын. Біздің міндет сендерге ақиқатты жеткізу, таңдауыңды өзіңе беру қолыңа. Түсінгенің, шынайы Құдайға сенгенің, келіп, серт беріп, Алланың алдында жаңа уәдеге тұрасыңдар. Ол сенімге жеткендіктерінің белгісі болады да, сосын Алла айтады, онда мен келесі ғасырға өткізем дейді. Ал оған түсінбегендерің, көнбегендерің, Бахитоллахты боқтап сатқандарың барлығы, олар кері кетесіңдер. Алланың азабына ұшырайсыңдар. Неше түрлі бастарынан қиямет өтеді. Өйткені сендер надан түсінбейтін халық болдыңдар да. Сондықтан таңдау өздеріңнен. Алла да, Бахитоллах та сендерге мұқтаж емес. Бірақ сендер сол Алланың мейіріміне, Бахитоллахтың түсінігіне